Yine koyup olsanızlar. Жақсы, башқаңыздар жақсы етіп орындадыңыздар. Егер жоқ әдісімен орындалған үй тапсырмасы жақсы орындалды. Көпшілігіңіз оқайларды жоғары оқай жинадыңыздар. Енді келесі бөлімімізде ширату. Осы өткен сабағымыздан кітаппен жұмыс. Аша қойыңыздар кітаптарыңызды. Ашайық. Бұрынша 3 деңгеймен тапсырманы орындаймыз. 3 деңгей тапсырмалар. А деңгейінің оқушылары 1062-ші сөйлет есеп. 1062-ші есеп. Екінші В деңгейінің тапсырмасы 1066-ші есеп. Кітаптарыңызға белгілеп алыңдар. Үшінші С деңгейінің оқушылары 1072-ші есепті орындаймыз. Бірінші Нұрай шыға есебімен. Мынаяқтан Нұрай шыға екіншіге Әлижан шыға екінші деңгей В деңгейінің есебіне. Үшінші С деңгейінің есебіне шыға. Сөйлетің бойынша кітаптарыңыз бәріңізде бар ғой. Белгілерімен жаза қоямыз тек қана. Төртбұрыштың төбесі бас әріппен жазылады. А, В. Тағы дейді, А, деген тағы. Кім болды? Осы шығарылған оқушылар ма? Біреу дұрыс дейін қалғандар мына екіншінде бар ма? Екіншінде бар ма? Жоқ болса, шөлдердің бәл жақсы. Дұрыс ба оқушылар? Бұл неден жазғаны? Неден қабырғалары? Параллелепипедтің параллель оқиғы. А бірге параллель Б1. А бірге параллель Б2. А бірге параллель С1. Дұрыс па? Дұрыс па, отыра ғой. Келесіне Әлижан шыға ғой. Екінші енді осының екінші сөйлетінен параллель қабырғаларының кітабын шығып жаза ғой. Бірінші мынау не? Бірінші А бұғы С-ды. Төрт біріншінің осы астынан екіншіне. Д-еге параллель К-Л. Дұрыс. П-ермен параллель Т-У. Сосын Р-тімен Т-У. Жаза. Дұрыс. Бұлавайындар. Болды ма дұрыс па оқушылар? Бұл әрпімізді В деңгейінің оқушылары қайда? Дұрыс па жазылы? Болды ма? Болды ма? Осы мені. Тағы бар ма параллель қабырғалар? Шү ма? Қарай. А деңгейдің оқушылары қалай екен? Шамы нәсікүл. Қалай ол? Үшінші несі қалай бар? Кім оңтен? Деме параллель. Қайсы параллель? Тағы қайда? Қайсы параллель? С-пен қайсы? Жаза.
Yaxşı, otura qoyunlar. Kelesi bölümümüz test topshirmalari. Her bir o'quvchiga test beriladi. Yaraysınlar. Sınıf ilgili o'quvchilari Cevaplarımızı tesire koyalım. Birinin kolunu tuttu. Buna vallahi kolunu çok septi. Buldunuz mu? Sizin ayaklarınıza koyamayınızlar. Oldu. Belirlenme indiri var septi. Bu vakit son bırakalım. Eğer bize ayaklarınızı majmuslarımızı ben. Bununla ben dedim. Koltukta ben de vakıtta etrafı kazanıyorum. Bir yaparım. Bir koyasarım. Hadi yoksa minus koyabilirsin bu. Hadi yoksa bu sınav minus koyamayız da. Minus koyamayız. Ne yazalım? Taraflarımızla birlikte bağlı taraflarımızı bir şekilde çıkarıp koyalımızlar. Bugünkü seviyemiz boyunca yaxşı жұмыс жасадыңыздар. Әсіресе С деңгейінің оқушылары, оқушылар Айнажан, Аслай, өте жақсы жұмыс жасадыңыздар. Әкеліп бере алмаған. Енді осы бүгінгі сабағымыз бойынша рефлексия қолдыра неше болсаң, елу болсаң, нең шарт қоя өші рефлексияңды. Жаңа несін шарт қойған. Бір жоғылды жаңа. Міне әкеліп. Әркім өзінің несі бойынша беріле қойыңыздар. Рефлексия. Беріңіздер ме? Кімге екі өтіп қалды? Тақтада тұрады екен, қарай қойыңыздар. Жауаптарын қандай қойыңыздар мына үшін?